Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз өткен жолы бастаған Reported Speech тақырыбын одан ары қарай дамытамыз. Бүгінгі санымызда біздер models, яғни модалды етістіктер туралы сөйлесеміз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде бірінші бағанда will, shall, can, may деген сияқты 4 модалды етістік берілген. Аталған модалды етістіктер төлеу сөзге ауыстырған кезде бір шаққа кейін шегінеді. Мысалға, he said, I can swim. Ол айтты, мен жүзе аламын деп. Егер төлеу сөзге айналдыратын болсақ, he said that he could swim. Can, couldқа өзгерді. Екінші мысал, Бегайым said, I will be late. Бегайым айтты, мен кешігемін деп. Бегайым said that she would be late. Will, would-қа айналды. Ал келесідей модалды етістіктер, олар бізде would, should, could, might, ought to, must, had better. Сол кейінше қалады. Мысалға, Олжас said Дәулет should speak less. Олжас айтты, Дәулетке азырақ сөйлеу керектігін. Төлеу сөзге айналдыратын болсақ, Олжас said that Дәулет should speak less деген сөйлем жасалынады. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай өзгеріс жоқ. Should кейінге қалды. Екінші мысал, Нұрсұлтан replied I must go. Нұрсұлтан айтты, менің кетуім керек. Нұрсұлтан replied that he must go. Must кейінге қалды. Бұл жердегі өзгеріс тек I мен he-дің өзгерісіне ғана қатысты. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз Reported Speech-ке қатысты басқа да ережелерді қарастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше